Қайырлы күн каналымның көрермені, осы аптаның рецептісі карамель пирогы. Рецепт оңай, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, комментарийде ойыңызбен бөлісіңіз. Алғашқы қамырын жасап аламыз. Ыдысқа жұмыртқа және қантты салып, жақсылап езіп аламыз. Бұл бізде пирог піскеннен кейін қамыры күйіп кетпес үшін және жеген кезде қанты тықырлап тұрмас үшін жасалынады. Келесі алдын ала илеуіштен өткен ұнға бөлме температурасындағы майды салып, одан кейін ұнға разрыхитель қосып, қолымызбен араластырамыз. Енді жаңағы қанты қосылған жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайды, сондықтан описаниеде көрсеткен ұннан бөлек артық ұн салудың қажеті жоқ. Описаниедағы рецептіні скриндап алыңыз, немесе төмендегі подписаться батырмасын басып, менің тұрақты көрерменім болыңыз. Міне дайын болған қамырды салафанға салып, 5-10 минутке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Одан кейін начинкасын дайындай бастаймыз. Бұл пирогта маңыздысы ол варенка, сондықтан пирог көңіліңізден шығу үшін міндетті түрде варенканың сапалы түрін алу керек. Осындай деповский болмаса варенканың составына қарап табиғи заттардан жасалған түрін таңдаймыз. Енді салмасына алдымен қаймақ қосамыз, оған жұмыртқа және варенка қосамыз. Енді бұл жерде сізге көрсететінім, начинканы қасықпен араластыруға келмейді, сондықтан венчик болмаса вилкамен араластырған дұрыс. Осылай жақсылап араластырамыз. Кішірек түйіршіктер қалып жатады, ол қалыпты, піскеннен кейін біркелкі түрге айналады. Енді кезекте форманы алып, оған пергамент қағазын төсейміз. Форманың диаметрі 24-26 сантиметр. Міне енді қамырымызды алып, формаға жайып шығамыз. Барлығы түсінікті болып жатса, мені қуантып, бір лайк басып қойыңыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді пісіп жатқан кезде көтеріліп кетпес үшін осылай вилкамен әр жерінен тесіктер қалдырамыз. Начинканы құйып, пештеріңізге байланысты 160-170 градусқа қойып қыздырып, кейін 25-30 минут пісіреміз. Қатты қызартып, қатырып алмаймыз. Міне осылай пирогымыз дайын болады. Формадан тек қана толық суғанда аламыз. Қалауыңызша әсемдеп қоюға болады. Сізбен бірге болған Гүлайым, сау болыңыз.